Assalamu alaikum көрермендер. Мен бүгін сіздерге екі жақты ашылатын есіктің қорабын қалай құрастыру керек, әрі есікті қалай орнату керек, соны көрсететін болам. Сол есігіміздің қорабы, осыны қалай құрастыру керек, соны сіздерге көрсететін болам. Менің алдыңғы және кейінгі пайдалы видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мінеки есігіміздің сыртқы қаптамаларын алып тастадық. Осылай еденге жатқызып, арасына осындай арголиттің бір бөлігін қойып, осылай арасын кішкене ашық қыламыз. Осы сыртқы қорабын екі жанын, жоғарғы жағын бәрін қойып алып, өлшеп сызып аламыз. Есіктің сыртқы қорабының енін өлшеп аламыз. Сыртқы қорабының ені менен қораптың үстіңгі жағын өлшеп сызып аламыз қарындашпен. Сол өлшеген жерден қол араменен кесіп тастаймыз. Белгілеп сызған жерден арамен кескеннен кейін осындай арнайы ағаш шапқышпен жанынан өсіп шауып алып тастаймыз. Жаңағы кескен жеріміздің дұрыс болғанына көз жеткізу үшін осылай бір тексеріп аламыз. Одан кейін қорабымыздың екінші бұрышын осылай өлшеп сызып, екінші жанды өлшеген жерден кесіп тастаймыз. Енді бұрышын мынандай арнайы бұрғыменен, ағаш тесетін бұрғымен осылай тесіп аламыз бірінші. Өйткені шұрыпты бірден ұратын болсақ, жарып жіберуі мүмкін. Тескен жерімізге арнайы осындай ағашқа арналған шұрыпты бекітіп аламыз. Енді астыңғы жағында дәл солай қылып тесіп шұрыппен бекітіп аламыз. Екінші жанында осы дәл солай қылып тесіп шұрыппенен бекітеміз.
Мінекей есіктің қорабы дайын болды. Енді есіктің ұзындығын өлшеп, сыртқы қорабын сол есіктің ұзындығынан 1,5 сантиметрдей артығыменен алып, сол жерінен кесіп тастаймыз. Мінекей есіктің қорабы дайын болды. Бірінші есіктің қорабын орнату үшін қораптың жоғарғы бөлігімен бір өлшемде осындай ағаштарды кесіп алып, 4 жерінен өткені көбік, яғни пенаны құйғанда керіп жібермеу үшін. Есіктің қорабы орнында мықты қозғалмай тұру үшін осындай директорат бекітіп шығамыз. Екі жанына үшеуден 6. Енді дайын болған есіктің қорабын осы жерге орнататын боламыз. Мінекей есіктің қорабын орнына уровеньмен осылай тексеріп қойып аламыз. Енді бағана бекіткен директораттың орындарын қабырғаға сызып орын ойып аламыз. Мінекей орындарын ойып алдық директораттың. Енді осы жерге директоратты шегеменен қағып орнататын боламыз. Мінекей өстіп қабырғаға директоратты қағып шығамыз. Есіктің қорабы мықты болу үшін, қозғалмау үшін. Мінекей барлық жеріне директоратты шегемен қағып бекітіп алдық. Енді бізге мындай көбік, яғни пена керек. Пенаны осылай қораптың айналасына құйып шығамыз.
Мінекей көбігімізді айналдыра құйып алдық. Енді бұл кемінде 5-6 сағат тұру керек кебу үшін. Оған дейін біз кепкенше есігімізге топсаны өлчеп орнатып алатын боламыз. Топсаны орнату үшін жоғары жағын 20 сантиметрдей етіп белгілеп біз сызып аламыз. Төмен жағын 30 сантиметрдей белгілеп аламыз, есіп сызып. Мінекей бағанағы 20 сантиметр белгілеген жерімізге топсаны үсті орнатып аламыз. Шурпавердің көмегімен. Төмен жағын 30 сантиметр қылып белгілеген жерге орнатамыз. Мінекей енді бағана пенамыз кепті. Енді осыны арасындағы ағаштарды барлығын алып тастадық. Кепкен пенаның шығып тұрған артық жерлерін кесіп тастадық. Енді есікті әкеліп қорапқа орнататын жерге топсаның орнын сызып аламыз. Сол жерге бекітетін боламыз. Мінекей есігіміз дайын. Есігімізді бекітіп алдық. Топсасын мінекей топсаның орнына бекіттік. Осылай қылып есікті орнатсаңыздар болады.